Мен телеарнада жұмыс жасаймын. Ол жақтың айлығын санама қояйын. Мен ол айлыққа қарамаймын. Ол менің жаңағы косметикама, мен киіміме жұмсалатын 4-5 миллиондай. Бір айлық. Иә. Ал енді сізге келетін жігіттен жоқ дегенде 5-6 миллион табу керек болады. Осы бағдарламадан кейін зато маған келетін адам өз-өзіне сенімді болып келетін болады. Қалалық жігітке тұрмысқа шығады. Иә, мен басқа қалада тұрмын. Ал егер де ауылда ата-анасымен тұратын, бірақ ауылда тұрады. Жоқ. Ата-анасы бар. Яғни мен білемін, мен шыдамаймын ондай условияға деп айтайықшы. Жағдайға. Негізінде жас кезінде тұрмысқа шығу керек. Біздің жалпы өмірдегі парызымыз ол күйеуге шығып балалы болу. Иә, мен оның барлығын білемін. Мен қатты тұрмысқа шыққым келеді. Жағдай болу керек. Менің айтарым, тағы да бір талабым, менің болашақ күйеуім менен көп есе ақша табу керек. Осындай мен талабым бар. Айлығыңыз қанша сіздің? Бір айлық табысыңыз. Жалпы қазір өзіңіз білесіз, мен телеарнада жұмыс жасаймын. Ол жақтың айлығын санама қояйын. Мен ол айлыққа қарамаймын. Ол менің жаңағы косметикама, мен киіміме жұмсалатын 4-5 миллиондай. Бір айлық. Иә. Ал енді сізге келетін жігіттен жоқ дегенде 5-6 миллион табу керек болады. Осы бағдарламадан кейін зато маған келетін адам өз-өзіне сенімді болып келетін болады. Қалалық жігітке тұрмысқа шығады. Иә, мен басқа қалада тұрмын. Ал егер